Күйеуінің атын атамайтын әйел бар ма? Сыйлығы смарт сағат. Мырзам, патшам, қожайын, отағасы, жаным. Ашуланғанда жаным дейтін әйел бар ма? Нұрқа деп айтады. Заманауи ет турағыш міне өте керек. Мүлдем ұрыспағансыздар ма? Ұрыспағанбыз. Қанша уақыттан бері сіз деп жүрсіздер? Үйленгеннен бастап. Сіз аузыңызды жаба тұрасыз ба деп ұрсын? Төркінінің чатынан шығып кеткен келін бар ма? Ақана осы, міне осы апа. Романтикалық кешке жолдама. Әйеліне дауыс көтермеген ер бар ма? Қайтыс болып кетті. Ерекше сайыс болғалы тұр. Бүгінгі кешті ерекше сайыс болғалы тұр. Бүгінгі тойдың басты ұйымдастырушысы, елдің, халықтың жүрегіне ізгіліктің дәнін егіп жүрген ұлағатты ұстазымыз, отбасылық тренер, коуч Ақан Мергенбай мырза бастаған бүгінгі кештің ұйымдастырушыларын ортаға шақырайық, рұқсат етсеңіздер. Қазір арнайы бірнеше номинация бойынша сіздерге сыйлық үлестіріліп берілетін болады. Сондықтан бүкіл назарларыңыз ортада болуын арнайы сұрайтын боламыз, құрметті қонақтар. Ассаламу алейкум. Аяулы ағайын, той құтты болсын. Біздің жерде бір дайындаған сыйлықтарымыз бар еді. Сол сыйлықтарды сіздердің араларыңызға үйлестіріп берсек деген ниетіміз бар. Сыйлықтарды алуға дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? Алтаяға қайда? Көңіл күйімізді білдіріп қояйық, құрметті ағайындар, қадірлі қонақтары, сыйлық алуға дайынбыз ба? Ал, бәрекелді, онда біз өзіміздің номинациядан бастайық. Осы жерде соңғы бір аптада сыртта уақыт өткізген ерлі-зайыптылар бар ма? Қолды көтерейік. Бала шағасыз. Бала шағасыз. Соңғы бір аптада Бар. Күйеу мен әйелі сыртта уақыт өткізген кісілер бар ма? Келіңіздер. Тағы да кім бар, тағы да? Келіңіздер. Сыртта соңғы бір аптада сыртта тек екеуіңіз базар емес, дүкен емес, жай тек қана серуендеу мақсатында сыртта бірге уақыт өткізген. Кім бар, кім бар? Міне оң жақтан келе жатыр. Келіңіздер. Тағы бар ма? Келіңіздер. Аға, сіздің жұбайыңыз қайда? Ой, бәрекелді. Сіздер... Бір отбасы, екі отбасы, үшеу, төртеу, 5 отбасы ортаға келді міне, 5 отбасы. 5-ші отбасы қайда? Қатар тұра қалайық. Онда шетінен бастап бір сұрап жүрейік. Аға, сіз қашан, қалай, қайда? Мен Астанадан. Жоқ, уақытты қайда өткіздіңіздер, қалай болды дегенім ғой? Алматыда жүрміз. Барлығын айту керек, аға, шындық, не істедіңіздер? Сол үшін шақырып жатырмыз. Көктөбеге бардық, Алматыны көрдік, қыдырдық. Сосын Алланың қалауымен бүгін міне осы тойға келдік. Екеуіңіз ғана жүрсіздер? Бірақ Астанада тұрасыздар? Бұлай жиі қыдырып тұрасыздар ма екеуіңіз? Астанада шығып? Жоқ, бірінші рет шығып тұрмыз. Бірге екеуміз бірінші рет шығып тұрмыз. Қанша жыл болды аға? Отбасы құрғаныңызға қанша жыл болды? 27. Ой, бәрекелді. Сіз қайда қыдырдыңыздар? Біз күнде қыдырамыз негізі. Күнде шығып тұрамыз. Күнде? Күнде, иә. Екеуіңіз ғана? Екеуіміз ғана, иә. Қандай мақсатта? Бұл кісілерге 4-ақ жыл болған ғой, 4-ақ жыл. Естілмеді. Жауап естілмеді. Жай қыдыру мақсатта. Ешқандай арам ойымыз жоқ деңіз, жай қыдырып жүрміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. 11 қазан күні үйленгенімізге 8 жыл болды, сонымен қыдырамыз. 1 қазан? 11 қазан күні. 11 қазан, бір аптадан асып кетті қойған. Кеше шықтық қой біз. Кеше екеміз қыдырдық қой. Кеше Нара Хаджи шоу деген ғой. Жиі қыдырасыздар ма? Иә. Қаншада бір қыдырасыздар? Жоқ деген айына бір рет. Айына бір рет? Жоқ деген. Сіздер күнде бір рет, күнні? Сіздер? Біз кеше қыдырдық. Қанша уақытта бір қыдырасыздар? Бір аптада, 2 аптада бір. Сіздер? Қашан қыдырдыңыздар? Есімім Нұржан. Бір апта бұрын Қызылорда қаласына барып, ағайын туманың ортасында, дос-жаранның ортасында 40 жас той тойлап қайттық. Ол басқа. Той тойлау. Алматыда тұрасыз ба? Алматыда тұрамын. Сол шығып, қалада қыдырып, саябаққа бір барып екеуіңіз ғана деген. Ондай бар ма уақыт өткізетін? Аптасына бір рет қыдырып тұрамыз. Аптасына. Сонымен ең көп уақыт өткізетін кім болды біздің ішімізде?
Басқа кісілерге бір шоколад беріп, бола ма шоколад берсек? 4 жылдық махаббат, 4 жылдық. Бір шоколад берсек. Біз күнде Ой, қыдырамыз бәрекелді, дейді. қазір сіздерге. Ағам айтып тұрған шығар 27 жыл болғанда көремін сендердің не істейтіндеріңді деп. Бір сыйлық отбасына. Ал, сіздерге рахмет. Жайғастарыңыздар болады. Отыра берсеңіздер болады. Сіздің есіміңізбен жақынырақ танысып жедейік. Менің есімім Данияр болады. Данияр, неше жыл болды үйленгеніңізге? 4 жылдан асты. 4 жылдан астық, бірақ күнде қыдырасыздар. Бәрекелді. Данияр мырза мен оның жұбайына осы Алматы қаласындағы мейрамханаға романтикалық кешке жолдама. Ой, бәрекелді. Нағашылар құтты болсын. Құтты болсын. Әлібектің нағашылары. Рахмет, Алла разы болсын. Мен баршамызға. Маған іліп қоясыздар я үйге Алла қаласа. Келесі біздегі номинация ол осы уақытқа дейін мүлдем ұрыспаған ерлі зайыпты, мүлдем ұрыспаған бір-бірімен. Қол көтерейік. Бар ма? Ондай жоқ. Ұрыспаған отбасылар бар ма? Келіңіздер, ұрыспаған отбасы. Келіңіз. Ондай жоқ шығар. Келіңіздер. Тағы бар ма? Шай деп ұрыспаған отбасы. Мүлдем ұрыспаған. Бар ма тағы да? Бар ма, кім бар? Мүлдем ұрыспаған. Кім бар? Келіңіздер. Ұрыссайын деп ойлап жүргендер келмей қойыңыздар, ұрыспағандар керек. 300 адамның ішінен 5-ақ отбасы келді. Қалғанымызға күнде айғай шу отқан сияқты ғой. Бәріміз. 5 отбасы. Ол бәрекелді. Бір танысып алайық сізбен. Айдос. Неғып ұрыспай жүрсіздер аға? Неше жыл отырып атқандарыңызға? 22. Мүлдем ұрыспадыңыздар ма? Жоқ. Мүлдем. Дауыс көтерген жоқсыз. Ұрысайын десем духым жетпейді. Сіз не дейсіз? Мойындағаның өз ерлік қой. Ұрыспадық. Мүлдем. Жоқ. Неше жыл болып бірге тұрып атқандарыңыз? 19 жыл. Сіздер 22, я? 19, 22 жыл. 21 жыл, 19 жыл. Мүлдем ұрыспағасы. Атыңыз? Самат. Ұрысатындай себеп болмады ма жоқ әлде? Не үшін ұрыспадыңыздар деген сұрақ болды. Ұрыса алмаймын. Кім ұрыса алмайды? Екеуміз де бір-бірімізге. Ренжіспейсіздер ме мүлдем? Мүлдем ондай болмаған. Бәрекелді, Ассалаумағалейкум. Төрезат есімім. Кім? Төрезат есімім. Білесіз ғой? Төрезат. Ұрыспағанбыз. Неше жыл болып тұрып атқандарыңызға? 13. 13 жылдан мүлдем ұрыспағансыз. Дауыс көтермеңіз. Былай көзбен ғана деп все. Көзіңізбен. Қорқытып қоясыз. Сіз қорқасыз ба күзден? Сыйлаймын. Қорқпайсыз. Сыйлаймын. Сыйлайсыз, қорқпайсыз бірақ. Бәрекелді. Сіз? Азамат есімім. Неше жыл болып тұрып атқандарыңызға? 6 жыл болды. Мүлдем ұрыспағансыздар ма? Жоқ, ұрыспағанбыз. Мүлдем. Мүлдем ұрыспағанбыз. Бәрекелді. Ренжіспегенсіз. Ренжіспегенсіз. Ренжіспегенбіз. Ой, бәрекелді. Төлеген 8 жыл болып тұрып атқанымыз. 8 жыл. 8 жыл. Төлеген ағам өтірік айтып тұрған сияқты. Мүлдем ұрыспағансыз ба? Жоқ. Жоқ. Бәрекелді. Мына кісілерге сыйлық берейік. Бір сыйлық. 8 жыл, 6 жыл, 13 жыл, 19 жыл. Сыйлық. Кім? Әлеке. 19 жыл және 21 жыл. Мына кісілердің бәріне. Бәрекелді. Ал. Рахмет сіздерге. Сіздермен жақынырақ танысайық, келіңіздер. 21 жылды қалтырамыз, қалғанымыз отыра берсек болады. Тату үйдің тамағы тәтті дейді. Бізде неңізі бар ғой, бір қызық, бір стереотип бар. Ұрыспайтын отбасы болмайды деген. Ұрыспайтын отбасы бола ма өзі? Болады. 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 Оған біз дәлеліміз дейсіз ғой? Біз дәлеліміз. Біз ұрысып көрген жоқпыз. Неше балаларыңыз бар? 5 балам. 5 балаңыз бар. Бәрекелді. Алла тағала ғұмырларыңызға береке берсін, отбасыларыңызға татулық берсін. Сіздерге екі дүниенің жақсылығын тілейміз. Жаңа сертификатымыз қайда? Сіздерге дәл солай Алматы қаласындағы мейрамханаға романтикалық
кешке жолдама. Жақынырақ көрсете аламыз ба? Жақынырақ. Экран арқылы көрсете аламыз ба мынаны жақынырақ? Экранға бола ма жақынырақ? Жігіттер. Бәрекелді. Романтикалық кеш. Алла береке берсін аға. Мынаны игілік қойыңыздар, басқаларға үлгі болыңыздар. Сіздердей қазағымызға, елімізге үлгі болатын отбасылардың қатары көбейе берге. Рахмет. Келесі, бір-біріне сіз деп сөйлейтін ерлі зайыптылар бар ма? Келіңіздер. Бар ма бір-біріне сіз деп сөйлейтін? Бар ма? Сіз деп сөйлейтін ерлі зайыптылар барған сайын. Күйеу әйеліне, әйелі күйеуіне сіз деп сөйлейді. Келіңіздер, келіңіздер. Қайрат ағам чемпион ғой бүгін, шіркін ай. Любой номинацияны алып жатыр ғой. Келіңіздер. Бәрекелді. 300 адамның ішінде 2-ақ отбасы шықты ма? Алтай аға. Қалғанның бәрі ей дейтіндер отыр ғой деймін жерде. Қалғандары, 2-ақ отбасы ғой, ал бәрекелді. Онда өздеріңізбен бір танысайық. Сіздің жұбайыңыз бар ма? О, келіңіздер. Онда кішкене аға бола ма? Үшеу болдық. Үшеу болды. Тағы бар ма? Енді қалмаған шығар. Енді қалмады ма? Онда сіздермен бір танысайық. Үсейінжан. Неше жыл болды үйленгендеріңізге? 3 жылдан асты. Қанша уақыттан бері сіз деп жүрсіздер? Сол үйленгеннен бастап сіз деп сөйлеймін. Ашуланғанда ше? Сіз деп ұрсам. Сіз деп ұрсасыз бірақ. Ой, бәрекелді. Сіз қалай ұрсасыз? Мен ұрыспаймын. Олай дұрысуға болады екен ғой? Сіз аузыңызды жаба тұрасыз ба деп ұрсын. Атым Қайрат. Қайрат. Атыңыз Қайрат. Неше жыл болды үйленгендеріңізге? 20 жыл болды. 20 жыл. Қашаннан бері сіз деп сөйлейсіздер? Енді үйленгеннен Үйленбей тұрып, біз өйткені ағай менің университетте мұғалімім болды ғой. Менен үлкен 13 жас үлкен болды. Содан кейін біз сіз деп баяғыдан үйленбей тұрып басталғаннан сол келе жатыр. Бір қарасам ағай да сонда ағай студентіне сіз деп сөйлей ма? Солай болып тұрған шамасы. О, бәрекет. Ашуланғанда ше? Ашуланбаймыз. Ашуланбайсыздар, ұрыспайсыздар. Өтеген батыр адамымыз айтқан екен. Егер оң қолыңның ашу келсе, сол қолыңмен тый деп. Бәрекет. Ал Азамат есім. Қашаннан бері сіз деп сөйлейсіздер? Үйленгелі бер. Үйленгеннен бері. Ал, онда мына кісілерге бір сыйлық беріп жіберейік. Екі жақта тұрған кісілерге. Бар ма әкеміз? Омаржан. Ақан ағай, жаңа сертификат негіз Қайрат аға ұтып алған. Романтик кешке. Сондай ма? Иә, туған күнге ұтып алған, сондықтан жерде ұтпаған екі отбасының біреуіне берейік. Бересіздер ма? Иә. Ақыр Қайрат ағам бармайын деді ғой, үйдегілер өзі барады деді. 3 жыл. Келіңіз онда бер қарай, жаңаға. Иә, осы бауырым шақырайық. Мына кісілерге сыйлық беріңіздер. 3 жыл дедіңіз, иә? Сіз неше жыл? 8. 6 жыл. 6 жыл. Болды, рахмет сіздерге. Онда сіздер бар ғой, 2 сертификат алдық деп ойлаңыздар, иә? Апай? Негізгі жеңіске жеткен Қайрат ағамыз, бірақ енді жастарға жолын беріп отыр, өйткені бағана сертификат тартып өткен болатынбыз. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Шаршамаңыздар, қадірлі ағайындар. Азамат мырзаның отбасына романтикалық кешке жолдама. Ал бәрекелді, құтты болсын. Романтикалық кештен келіп Азамат ұйықта қалып жүрмеңдер. Құтты болсын. Ал. Құтты болсын. Енесіне сөз қайтармаған келін дейді. Ондайлар бар ма ішімізде? Я бисмилля деп шығайық енді. Бар ма ондай? Кешіріңіздер, бірге тұрып жатқан, шарт бірге тұрып жатқан, енесіне сөз қайтармаған келін бар ма? Сыйлығын көрсетіңіздер, сыйлығын. Мынандай сыйлық. Ал, асхананың кухонная машина. Бағасын айтпай қояйық. Келіңіздер. Мына жақта сыйлықты көріп, 2-3 адам жүгіріп кел. Бар ма, болдық па? 4 келін ортаға келді. Сізбен танысып қояйық. Есіміңіз қанша жыл болды тұрмысқа шыққаныңызға? 22 жыл. 22 жыл бойы енеңізбен тұрып жатсыз ба? Алғашқы 9 жыл бірге. Қазір тұрасыз ба? Жоқ, ол кісі өмірден қайтып кетті. Қазір тұрып жатқан болу керек шарты. Бұл кісі уверен шығып тұр ғой. Ешкім жоқ болғаннан кейін. Мен үйленгеніме 10 жыл болды. Үйлендіңіз ба, тұрмысқа шықтыңыз ба? Тұрмысқа шықтым. Ата-енеммен 3-4 жылдай тұрдық. Қазір ше, қазір? Бөлек. Бөлексіз онлайн ба қазір?
Сөз қайтарғаннан кейін бөлек шығып кеттім деп қойсаңшы. Есімім Қарлығаш. Тұрмысқа шыққан 13 жыл болды. 13 жыл болды бірге тұрып атқанымызға. Қазірге дейін 13 жыл бірге тұрып атсыз. Сөз қайтармағансыз? Жоқ. Осы Қарлығаш шын сияқты, Қарлығаш алатын сияқты. Мен отбасы құрғаныма 34 жыл болды. Енемен сөз қайтармадық. Енеңіз қазір бар ма? Бірге тұрасыз ба? 34 жыл бойы? Енеңіз қайда? Қайда? Апайымыз орнымыздан бір тұрып қойыңызшы. Апамыз қайда? 34 жылдан бері қолында келін ұстап отқан апамыз қайда? Кімнің келіні? Сіз келін апа? Сөз қайтармағансыз? Сөз қайтармадым. Ақана осы, мына осы апа. Сұраңызшы. Сіздің келініңіз сізбен бірге 34 жыл бірге тұрып атсыздар, дұрыс па? Сіздің келініңіз сізге ешқандай сөз қайтармаған ба 30 жыл бойы? Микрофонмен айтыңыз. Шындығым. Шын дейді, апа шын дейді. Шын айтамыз дейді апамыз, енесі той төрінде. Атым Айсұлу, 13 жыл болды тұрмысқа шыққаныма. Апа рахмет. Енеммен бірге тұрамын, 5 жыл болды. Қазір тұрасыз. Бәрекелді, 13 жыл бойы сөз қайтармаңыз. Сіз? Есімім Айгүл болады. Тұрмысқа шыққаныма 22 жыл болды. Қазір ата-енеммен тұрамын. Атам 83-те. Сөз қайтармаңыз. Сіз? Есімім Нұрсұлу, 1 жыл болды. 1 жыл болды. Бірге тұрасыз? Онда сіздің болашағыңыз әлі алда десең. Апай атыңыз? Айнаш апайым ешкімнің таласы жоқ қоя. Бір сыйлықтан беріп жеріңіздер, апайлардың бәріне. Бір сыйлық берейік. Бәрекелді. Асханаға керек жабдықтар сіздер үшін. Ал. Енесімен бірге тойға келген апайымызға бұйырайын деп тұрау, осы сыйлық. Қазір мына сыйлықты көрсетіп жіберейік. Сіздерге рахмет, жайғасаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Енді сөз қайтар берсеңіздер болады. Ал сыйлықты бір. Мынау апай сізге сыйлық. Жақсы. Алла берекесін берсін. Енеңіздің батасын, ризалығын алып жүре беріңіз. Экранға көрсетіп берсек болады. Алла риза болсын. Ал. Заманауи ет турағыш мына өте керек құралдардың бірі, өте қымбат құнды дүние. Орысша айтқан 3 в 1. 3 в 1 еще. Бәрекелді. Мясорубка, блендер, тестомеска. Күйеуінің атын атамайтын әйел бар ма? Күйеуінің атын атамайтын. Атын атамағандандай жаман сөз айтатын емес, жақсы жағынан атамайтындар керек. Күйеуінің атын атамайтын әйел бар ма? Келіңіз, бәрекелді. Бір қарындасым шығып келіңіз. Қайрат ағам үйіндегі жеңген бүгін гран-придің бәрін алып жатыр. Екінші рет бақ сынап келе жатыр міне. Жаңа бір кеп қайтып кеткен қыздар. Бәрекелді. Тағы бар ма? 3 адам. Ал, бәрекелді. Онда шетінен басайық. Сіз есіміңіз неше жыл болды тұрмысқа шыққаныңызға? 1 жыл болып қалды. 1 жыл болды. Күйеуім атын атамайын бағымда. Не деп атайсыз? Жаннатым деп атайын. Жаннатым деп атайсыз. Әрдайым ба? Иә. Ашуланғанда ше? Ашуланғанда да. Ренжігенде де? Ренжігенде де. Жаннаттың сертификаты үйде дейсіз ғой. Ренжімеймін да бірақ. Ренжімейсіз. 1 жыл болды. 1 жыл. Сіз? 6 жыл. 6 жыл. Не деп атайсыз? Отағасы. 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 Бұл сіздің таңдаған атыңыз ба, жоқ ол кісінің қойған аты ма? Өзім таңдағым. Сіз таңдадыңыз, отағасы деген, е? Ашуланғанда деп айтасыз? Отағасы. Сол кезде де отағасы дейсіз. Бәрекелді. Сіз неше жыл болды? 1 жыл болды. 1 жыл. Не деп атайсыз? Мырзам, патшам, қожайын, отағасы, жаным. Жаным, аттар көп екен осы, е? Ашуланғанда ше? Жаным. Сол кезде де сол сөзді айтасыз ба? Ашуланғанда жаным дейтін әйел бар ма? 10 жыл болды. 10 жыл. Не деп атайсыз? Нұрка деп айтады. Нұрка? Нұрка қайда, Нұрка? Нұрка орнынан бітіріп қойшы, Нұрка. Бар ма Нұрка деген? Ал, мына кісілерге бір сыйлық беріп жерейік. 3 сыйлық бола ма, 3 сыйлық? Омар мырза. Мына кісіге сыйлық, мына кісіге. Екіншіге берейік, соңға. Міне өте дұрыс шешім. Жоқ, ол кісі гран-при алайын деп тұр. Ана кісіге, сіздерге рахмет, үшеуіңізге. Жайғассаңыздар болады. Мына жерде 6 жылдан бері 6 жыл ғой? 6 жыл. Не деп атайын дедіңіз, қайталап жеріңіз? Отағасы. Тек отағасы деп атайды екен. Бәрекелді, осындай бір қарындастарымыз. Ал бәрекелді, мына жерде бу үтіп және блендер екеуі сізге. Орныңызға жет апарып береді жігіттер. Ал бәрекелді. Келесі.
қайын жұртынан көмек алмаған, қарыз алмаған күйеулер бар ма? Аха, келіңіздер. Қайын жұрттан көмек алмаған, қарыз алмаған бар ма? Аха, келіңіздер. Қуаныш ағамыз ортада. Келіңіздер. Аха. Қайын жұрттан көмек алмаған, соғым алмаған, көмек қандай бір үй салған кезде кірпіш алмаған, цемент алмағандар бар ма? Келіңіздер. Варенье, банк, салат бәрі саналады. Варенье, соленье алмаған қайын жұрттан. Ештеңе алмаған. Көмір отын алмаған. Келіңіздер. Ай, зорға отыр екен ғой жандарым, ей палуандар. Жігіттердің сыйлығын көрсетіп жүрейікші. Жігіттердің сыйлығы. Қазір біз қатар тұрайық, қатар. О, бәрекелді. Міне өте еркектерге, азаматтарға, көлікте жүрген ағаларымызға қажет құрал. Мына кісілер мүлдем араласпайтын сияқты қайын жұртпен. Сіз неше жыл болды үйленгеніңізге? 39. 39. Мүлдем көмек алмағансыз ба? Жоқ. Қайнағадан, бажадан, балдыздан? Ешкімнен. Қисық шеге, балға. Қайната мен қайнене бар ма өмірде өзі? Қайтыс болып кетті. Қашан? Бір 20 жылдай болды ол кісілердің қайтыс болғанына. Сіз неше жыл болды үйленгеніңізге? А? Неше жыл болды дедіңіз үйленгеніңізге? 39 жыл. 39 жыл. 39 жыл. 19 жыл ештеңе алмағансыз. Неге алмадыңыз? Өзімде болды. Сіз неше жыл болды үйленгеніңізге? 28 жыл. 28 жыл. Ешқандай көмек алмаса, бажаңыздан, қайнаға, балдыз, қайны? Жоқ. Қайнатаңыз бен қайненеңіз бар ма өмірде? Қайнатам 5 жыл болды қайтыс болғанына. Қайнапам бар. Қайнапаңыз бар. Аха, бәрекелді. Сіздікі 39, оның 20-сын алып тастағанда 19 жыл болды. 19 жыл тұр, 19. 20 жыл тасыған, соның бәрін жинап алғанда? 28, 19, 28. Сіздікі неше жыл? 15 жыл. Ешқандай көмек алмағансыз? Жоқ. Қайненеңіз, қайнанаңыз бар ма өмірде? Бар. Сізге қарасам, сол үйде тұратын сияқтысыз. Сіз? 31 жыл. 31 жыл. Мүлдем ешқандай көмек алмадыңыз ба? Жоқ. Қайын жұрт, бажа, балдыз? Жоқ, алмағам. Олар бар ма өмірде өзі? Қайнатам мен енем қайтыс болған, бірақ қайнағаларым бар. Қайнатаңыз қашан қайтыс болды? 98-де. Неше жыл болды? 25 па? 25, осы 6 жыл болған, мына кісіге 6 жыл. 6 жыл. Үміт жоқ сізге сыйлықтан. Набор көзден бұл 13 жыл. Аха. Ешқандай көмек. Аха, сіз неше жыл аға? 13 жыл. Көмек беріп жатырмыз. Беріп жатсыз. Алмағансыз, жоқ, беру туралы айтпай қойсыз. Жоқ, олардан алмай. 13 жылда не бермедім дейсіз ғой? 22 жыл болды. 22 жыл. Қайнатаңыз бар ма, қайненеңіз? Бергісі келеді, бірақ мен алмаймын. Неге? Енді өзім солай. Қазір қаншама күйеулер армандап жүр ғой, қайын жұрттан алсам деп. Олай ойлайды, бірақ мен ондай адамдардың санатынан емеспін. Так, шіркін. Сіз неше жыл аға? 30 жыл. Мүлдем ешқандай көмек алмағансыз ба? Қайненеңіз бен қайнатаңыз бар ма өмірде? 6 қыздың үлкені менің әйелім, сондықтан 5 балдызым барлығын. Сосын солардың бәрін өзім асырап жүрмін. Иә, бәрін аяқтандырып барлығына мен. Қайнатаңыз бен қайненеңіз бар ма өмірде? Енем бар, кеше келді үйде, мына жер шамалғанда. Өмірде бар ма? 82-де кеше келді деп тұр ғой енем. Бар. Кеше кетті. Келді. Жоқ, тірі ғой әйтеуір, иә? Ай, бәрекелді. Имамдарға кетті дегеннен сразу кетіп қалды екен. 17 жыл. Ешқандай көмек алмағансыз. Бәрекелді. Сіз неше жыл? 22 жыл. Ешқандай көмек алмағансыз ба? Ешқандай. Май, варенье, соренье. Құрт алған жоқпын, құрт. Сіз? 13 жыл болды. Ешқандай көмек алмағансыз? 13 жыл. Сіз аға? 33 жыл. 33 жыл. Қайнене мен қайната бар ма? Жоқ, жақында қайтыс болды. Жақында деген қашан? Жоқ, 3 жыл. 33 жыл. Күйеу бала болған? 2012. 11 жыл болып кетті ғой? 11 жыл. Онда сіздікі 22 жыл болды ғой, 33 жыл емес. Жоқ, қайненесіз қайнатасы тұрып атқаныңыз. Иә. Сонда алдына кім шықты бізде? Неше жыл? 30 жыл енеңіз бар дедіңіз, иә? Мына кісілердің бәріне сыйлық берейік. Бір тойым болатыны сөзсіз менің деп ағам бекер өлең оқыған жоқ қой, және Төлеген Айбергеновтың өлеңін оқып. Ағамызға жаңаға кілтті беріп жіберейік. Аға құтты болсын. Ой, бәрекелді. Бір набор алатыным сөзсіз менің, бірақ басқаларға үлгі болсын. Ал, бәрекелді. Қай тойды екенін айта алмаймын деп тұр ғой ағам. Сыйлық құтты болсын ағамызға. Ал, келесі. Некеңіз, келесіне кеттік. Келінін еркелететін ене бар ма ішімізде?
келінін еркелететін ненелер бар ма? Ортаға келіңіздер, қол көтерген адамдар ортаға келейік жылдам. Оң жақ қанат, келе беріңіз. Келіңіздер, келін еркелететін нене бар ма? Келінін еркелететін ине. Келіңіздер. Қазір апа өзім барам. Наяқта апам отыр екен. Келіңіздер. Қалған жастар шыға берейік, жақындап келе берейік. Апама өзім барып қайтатын болам. Келіңіздер. 3 апа шықты. 4 апа. 5. Ал, бәрекел, тағы бар ма? Шығатын кісілер болды ма? Онда атыңыз неше жыл болды келін сүргеніңізге? 3 жыл болды, 4-ші жылға кетті. Не деп атайсыз? Сары ботақаным, алтыным, Алла бере саған деймін. Ашуланғанда ше? Үндемеймін, сөйлемей қоям. Өз қабағымнан біліп қояды. Бәрекелді. 3 жыл дедіңіз, е? 3 жыл. Сіздікі неше жыл апа? 10 жыл. Қолыңызда тұра ма? Бөлек тұрады қазір. Бөлек тұрады. Не деп еркелетесіз? Қара қызым, қара келінім деп айтам енді. Қара қызым, қара келінім, ол жақсы ма, жаман ба? Жақсы, ыңғайсыз. Ыңғайлы, я. Сізге ыңғайлы, оған ше? Оған ыңғайлы. Келін бар ма осы жерде? Қара келін қайда? Келіңізші. Қара келін, келіңіз. Қара келінді орнынан тұрғызып қояйық. Апам ыңғайлы дейді, келінге қарасам ыңғайсыз сияқты, әппақ қыз ғой. Енеңіз не деп атайды сізді? Қара қызым, құлыным. Сізге ұнайды ма ол қара қызым деген? Иә, қарамын ғой. Болды, рахмет. Рахмет. Ары қарай. Сіз неше жыл болды келін сүргеніңізге? 13. 13 жыл. Не деп еркелетесіз? Қақабай деп айтам. Қақалай? Қарлыға шығады, қақабай деймін, қарла деймін. Қақабай, е? Қақабы. Балам деймін. Ашуланғанда ше? Той, қақабай деймін. Қақабай қайда өзі? Қақабай қайда? Келсіз бері қарай, Қақабай. Қақабайға қошемет қояйық, Қақабайға. Қақабайдың сен келін болған 13 жыл болды ма? Қалайсыз? Үйде де осылай істей ма? Иә. Тек елдің алдында ғана ма? Жоқ, үйде де істеймін. Екеуіңіз ғана болғанда ше? Күйеуіңіз болмағанда ше? Одан қатты еркелетеді. Сізге Қақабай деген ат ұнай ма? Ұнайды. Қақабай деп тағы кім атайды сізді? Өзім мамам атайтын. Анаңыздан алып алған ғой сонда? Ашуланғанда не деп атайды? Ой, Қақабай бол деп айтады. Неше жыл болды сонымен? 13 жыл болды ма? Сіздікі? 13 жыл. 13 жыл үлкен келініме, кіші келініме 4 жыл болды. Не деп атайсыз? Өзінің аты Айгүл, оны Айгөлек деймін. Бірге тұрасыздар ма? 13 жыл бойы. Сіз бірге тұрасыз ба? Сіз жылын айын айту керексіз ғой, жылы айыға. Тойының ба? Айдай толған кезімде. 13 жыл болса, 2010 жыл ма не бол? 13 жыл қанша болып білмеймін. Келін жоқ па, бала жоқ па жерде? Айын, жылын білетін? Алғашқы келіннің түсірген жылын білмейсіз ба? 12-13 жыл болды ғой, 13 жыл болды. Сіздерді қашан? Біздікі март. Қай жыл? 2011 март. 2011 март болса, онда сіз 12 жарым жыл болды ғой. Сіздік 13 жылға толды ма, толмады ма? Бар ма жерде айтады? Июль дейді. Июль дейді. 2011 ма? Шілде. Сіздердікі март. Сіздің неше жыл дедіңіз апай? Бөлек тұрады дедіңіз, е сіз? Бөлек шығардыңыз ғой. Ақан ағай, мен жерде апамнан сұрап жібере салайын? Сұрап жеріңіз. Апа, келініңізді қалай еркелетесіз деген жерде байқау болып жатыр. Сіз қалай еркелетесіз келіндеріңізді? Қолында тұра ма? Қолында келін бар ма апа? Қолда сізге қарап отырған. Апам немере келін бар дейді қолында? Жоқ, өз келін... 34 жыл бір келінім бар. Енді қазір 2 немере келінім бар. Үлкенім 8 жыл болды. Кішіме 2 жыл болды. 34 жыл бірге тұра ма? Бірінші келдіме 34 жыл болды. Бірге тұрасыздар? Иә. Не деп еркелетесіз апа? Не деп еркелетесіз? Немеден қалай еркелетем? Чина дейм. Асыл Шынар. Чина дейм. Шина? Иә. Түсінікті. Рахмет, болды. Шина дейді. Ал апамызға бір сыйлық, мына кісілерге бәріне бір сыйлық берейік. Мына кісіге сыйлық. Келіндеріңіз еркелетіп жүре беріңіздер. Рахмет. Қақабай, сіз отыра берсеңіз болады. Ал енді жеті Қақабай келініміздің енесіне халал спаға жолдама. 40 мың теңгелік спаға жолдама. Бәрекелді, Алла берекесін берсін. Рахмет.
Жарайсың, Қақабай. О жерде тек әйелдер қызмет жасайды, халал спа қорықпай барасыз. Ал, Алла разы Ақана болсын. оқи салайын, иә? Ақана, халал спаның несін сыйлығын оқи салайын. Делюкс деген 40 000 теңгелік, распаривание в кедровой бочке, пилинг головы, освежающий скраб, релакс 60 минут, классический массаж лица, чайная церемония, 3,5 сағат спа салонға. Енді төркінінің чатынан шығып кеткен келін бар ма? Жас келін. Төркінің чатынан шығып кеткен жас келін. Қыз кезінде чатында болып, келін болғаннан кейін чаттан шығып кеткен келін бар ма? Яғни өзінің туысқандарының чатынан шығып кетіп, қай жұртының, яғни барған жерінің жұртына сіңіп кеткен, өз жұртының. Себебі келінде қай жұрт болмайды, өз жұрты. Бар ма? Ал шығыңыздар. Сыйлығын көрсетін, әлеге сыйлығын көрсетін жүр, сыйлығын. Сыйлығын көрсетейік. Келіңіз абай ордаға, сол жақ қараттан абайымыз ордаға шақырайық. Кім? Апам чаттырмақ фамилиясымен қосып ауыз күткен сияқты ғой. Жас келін, Келіңіз абай. Жас келін керек, жас келін. Мына бар дейді. Жас келін. Міне, кухонная машина, келіңіздер. Тағы бар ма, жоқ па? 3 в одномның біреуі сізге келді. Сіз есіміңіз? Айман. Айман, неше жыл болды тұрмысқа шыққаныңызға? 13 жыл. Бұрын чатта болып едіңіз? Үйленгеннен кейін араласпадым. Тұрмысқа шыққасын араласпайсыз. Туысқандар бар ма өзі? Бар. Оларда чат деген нәрсе бар ма? Бар. Бірақ Есіміңіз кім? Айман. Айман, үйден ұрысып кетіп қалған жоқсыз ба? Не үшін кірмейсіз? Не үшін кірмейсіз? Рұқсат етпейді. Ешкіммен араласпайды. Кім рұқсат бермейді? Жолдасым. Рұқсат берсе кіретін едіңіз. Не деген мықты жігіт, жолдасы бар ма осында? Кешіріңіз, рұқсат берсе кіретін бе едіңіз? Жоқ. Өз қалауыңыз ба, күйеуіңіздің бұйрығы ма, не нәрсе ол? Бұйрық. Шынын айтса сыйлықтан айырылайын деп тұр ғой. Шындықты айтып тұр, Алла разы болсын. Тағы басқа біреу бар ма бізде? Күйеуіңіз бар ма? Осы жерде отыр ма? Қайда, орнынан бір тұрып қойсыншы, не деген мықты жігіт. Сізден дәріс алайық. Оған бірақ наразы емессіз ба сіз? Қабылдадыңыз бұл нәрсені? Бірақ төркініңізге жіберіп тұра ма? Көріп тұрамын бірақ арасында. Қалай, онлайн ба, жоқ былай тірідей ма? Сізді үйге қамап тастаған ба? Есікті өзі ашып кете ма кеткен кезде? Өзі смартфон бар ма, қолда жоқ па? Бар. Интернет бар ғой? Бар. Бәрекелді. Басқа ешкім жоқ қой, а? Басқа ешкім болмаса, онда Айман қарындасымызға осы кухонный машинаны сыйға тартық ал. Сыйға тартық. Апарып беріңіздер қасына. Қай жерде отырсыз? Қасыңызға апарып береді. Келесі бізде әйеліне дауыс көтермеген ер бар ма? Кім бар? Дауыс көтермеген ер. Әйеліне дауыс көтермеген ер. Әйеліне дауыс көтермеген ер, келіңіздер. Бірақ шарды әйел осы жерде болу керек. Сұраймыз. Әйел осы жерде болу керек. Ассалам, әйеліңіз бар ма? Әйеліне дауыс көтермеген ер. Бар ма тағы да? Қайда, келіңіздер. Кім ол? Қайда, тағы бір адам. Келіңіздер. Сіздер ұтып алдыңыздар ғой жаңа? Келіңіз, көрейік. Кеше үйленгім дейді? Қалай? Кеше үйленгім дейді. Сіз, есіміңіз? Бауыржан. Үйленгенсіз ба? Неше жыл? Уже 2,5 жыл болды. Дауыс көтермегенсіз ба? Да, я считается, наверное. Көтерген бе, көтермеген бе? Жоқ, көтермеген. Считается, наверное, емес, көтеріңіз бе, көтерген жоқсыз ба? Ашуланбағасыз? Ашуланған, бірақ көтермеген ма дауыс? Қол ше, қол. Қол точно көтерген жоқпын. Дауыс көтерген жоқсыз. Дауыс подозрение. Әйеліңіз бар ма шақта? Бола ма шақыртсақ? Қайда әйеліңіз? Бар, қолыңыздан ұстап алып келіңіз, қолынан ұстап алып келесіз бе? Қолынан ұстап алып келіңіз, қолынан ұстап. 2,5 жылдық махаббат. Аха. Әйеліме дауыс көтерген жоқпын дейді. Не үшін? Қорққаныңыздан ба, жоқ? Дауыс көтермеген бе күйеуіңіз? Жоқ, көтермеген. Неге деп ойлайсыз? Ол ешкімге дауыс көтермейді. Себеп? Сондай адам жұмсақ, маған да көтермейді. Қайдан тауып алғансың андай жігітті? Сіздің үлкен ұлыңыз сияқты, күліп қойып тұра береді екен. Онда ешкімде талас жоқ қоя, жаңа бауырымыз Азамат қоя. Азамат алды жаңа. Жүлде алды, сізге рахмет. Онда сіздің есіміңіз? Бауыржан мырзаға тура бағанағыдай кілттердің наборы. Қасына апарып берсеңіз болады. Рахмет Бауыржан мырза. Құтты болсын Бауыржан. Мынадан кейін қайын жұртқа сертификатты алып қонаққа бара бересің күнде.
Келесі, соңғы. Соңғы. Отбасы тақырыбында кітап оқыған адам бар ма? Отбасы тақырыбында кітап оқыған адам бар ма? Кітап оқыған адам бар ма отбасы тақырыбында? Яғни ана жаққа көрсетіңізші. Әне экранға қарасаңыздар, экранға қарасаңыздар. Отбасы тақырыбында кітап оқыған адам бар ма? Отбасы жайлы, отбасы жайлы. Сыйлығы смарт сағат. Мен қатысым болмайды? Тағы бар ма? Смарт сағат. Кім бар тағы? Келіңіздер. Отбасы тақырыбына қатысты кітап оқыған кісі бар ма? Отбасы тақырыбында. Қандай кітап оқыдыңыз, несімен ұнады? Сұрақ, неше кітап оқыдыңыз? Дәл отбасы тақырыбында ма? 10 шақты шығар. Аттарын, кітаптың атауын, авторларын бәрін айтып бере аласыз ба? Отбасы ғылымхалы. Иә, аталам. Оның да. Бастан аяғына дейін оқылған кітаптар. Шұқып емес. Бастан аяғына дейін оқылған. Неше кітап бар? Авторы, атауы бәрі есіңізде. Неше кітап бар? 5 есімде. 5 есіңізде. Авторын айтып берейін бе? Жоқ, саны керек қазір. Санын айтсаңыз болды. Саны, мен 10 кітап оқыған, бірақ... Сізде шұқып оқыдыңыз ба, или... Бастан аяқ оқыдым мен. Аты, авторы бәрі есіңізде ма? Есімді айта алам. Оны бірақ айта алмай, бірақ 5-6-ны айта алам. 6. Мен 3 кітап, бірақ авторларын білмеймін мен, точно. Отбасы жайында кітап оқыдым және оқыттым. Оқыған керек, оқыған. Және оқыдым, және оқыттым. 3 кітап. Негізгі отбасы ғылымхалы, жұбайлар шаттығы. Аттарын, авторын білесіз. Қазір сіз неше кітап? Мен 5-6 кітап оқыдым. Авторларын айтайын ба? Иә, білем. Неше кітап оқыдыңыз? 1 кітап. 1 кітап. Бәрекел, сіз? Аттарын айтып берсем ма? Неше кітап? Сан, нешеу? Авторы мен атымен. Айта берейін ба қазір? Где-то 5 или 6. 5-6 дегендер қалған кісілер қайта берсе болады, сыйлықтарын беріп жеріңіздер. 10 кітап оқыдыңыз. Санаймыз аттарын және авторларын. Біріншісі исламдағы Жания, Шамшат Әлібаева. Одан Жания Жарасымы деген Құдайберді Бағашар. Екеу. Соны дайындықсыз үйленме Ахан Мергенбай. Үйленмей тұр үйрен Ұрсылан Қамбар. Жұбайын жүрегін жарламан жаула Елжас Ертайұлы. Және Елжас Ертайұлының ата-ана химиясы деген кітап бар. Бала тәрбиелеуіміз отбасында ма? Сосын атасын батыйым жаңағы Мұхын Исаұлы отбасы ғылымхалы. Неше болды? 6. Бәрін басынан аяғына дейін оқыдыңыз. Бәрекелді, сіз? Авторлар ма? Бірінші аттарын айтыңыз, кітаптардың аттарын. Отбасы ғылымхалы, Жания Жарасымы, Бақытты отбасының 30 негізі, Жания жұбайлар шаттығы, Бақытты Жания, Бақытты Жания. 5. 6-шысы бар ма? Сізде? Менде Марзия Бекайдарының Қисық қабырға, Данияр Сүлейменовтің Бақытты әйел, потом отбасы ғылымхалы, сосын Кемел адам жата ма? Жоқ. Жатпайды. Басқа есімде болмайды. Мына кісінің айтқан үшеуін мен де оқығаным, Қисық қабырғаны, сосын Бақытты әйелді, отбасы ғылымхалын, сосын араб тілінен Нұқоя кітабы бар, соны неке бабын арабша бітіргенбіз. Сосын дайындық үйленбе. 5 кітап, мына кісілерге сыйлық беріп жіберейік. 6 кітап оқыған Ринат ұстаз алға шықты, бәрекелді. Бұл кісіге жаңа смарт сағат. Смарт сағат сыйлыққа Ринат ұстазға Алла берекесін берсін. Ал, реніш жоқ қоя. Мына кісіге нені беріп жіберіңіздер? Сертификатты берейік. Сертификаттар. Мынаны іліп қоясыз Алла қаласа. Ал, жақсы, Алла берекесін берсін. Смарт сағатыңыз құтты болсын. Білімді мыңды жығат деген сөздің бір дәлелін көріп жатсыздар. Құрметті ағайындар. Ерекше сайыс болғалы тұр. Бүгінгі кешті